Халоковты жеңген, Махмұтты да жеңді. 57 килограммда жаңа жұлдыз Оразбек Асылқұлов жайлы сөйлесеміз. Ассалаумағалейкум, құрметті соққы арнасының көрермендері. Біз бүгін сіздермен жаңа жұлдыз 57 килограммның керемет жігіті Оразбек Асылқұлов жайлы сөйлесеміз. Бұл жігіт жалпы Ақмола облысы Көкшетау қаласының тумасы. Қазірде осы өңірдің атынан Қазақстанның ішкі чемпионаттарында жұдырықтасады. Бұл жігіттің бас бапкері Ерлан Кенжетаев. Және бұл жігіт ең алғаш 2017 жылы 19 жасында бастаған өзінің бокстағы ересектер арасындағы мансабын. Жалпы бұл жігітті барлығы жас деп ойлау мүмкін, бірақ 1998 жылғы дәл қазір 26 жаста. Жалпы бұл жігіт 2017 жылы Қазақстан чемпионатына қатысты, ал 2018 жылы Қайрат Ералиевпен финалда жекпе-жек өткізген болатын. Жекпе-жек алдарыңызда тұр. Бұл жекпе-жегі арқылы құрамаға Мырзағали Айтжанов Оразбекті алған болатын. Және осыдан бастап құрамада біздің Оразбек жүр. Жалпы 2018 жылы финалға дейін Оразбек сенсациялық жағдайда, яғни оған дейінгі құрамадағы жүрген екінші, үшінші нөмірлі боксшылардың барлығын жеңіп, финалға дейін жеткен болатын. Ал финалда өздеріңізге мәлім Қайрат Ералиевтен жеңілген болатын. Енді бұл жекпе-жекті Қайрат Ералиев ол уақытқа дейін әлем чемпионы, Олимпиада ойындарының қатысушысы болған, сондықтан бұл жігіттен жеңілуінің өзіндік себебі бар. Енді жастық амбиция мен үлкен тәжірибенің арасында айырмашылық жер мен көктей екендігі барлығыңызға мәлім. Енді 2020 жылы Серік Теміржановтан жеңілген. Серік Теміржанов 57 килограммға келді және ары қарай құраманың лидері болып, әлем чемпионаттарына, Азия чемпионаттарына қатысты. Өздеріңізге мәлім, 2021 жылы Токио олимпиадасына қатысты, 2021 жылы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Серік Теміржанов. Енді бұл жекпе-жекті өздеріңіз алдарыңызда тұр. Міне, бұл жерде енді Серік Теміржановтан жеңілді Оразбек, бірақ 2021 жылы 57 килограммда қайтадан Қазақстан чемпионатын жеңіп алады. Ол чемпионатқа Серік Теміржанов қатысқан жоқ. Одан ары қарай енді екінші, үшінші нөмір ретінде құрамада жүргенімен, енді жігіттің жалпы кіші турнирлерге қатысқан, ол турнирлердің көп бөлігінде негізінен күміс жүлдені көбірек алған екен. Жалпы өздеріңізге мәлім, Странжа халықаралық турнирі жыл сайын өтіп отырады және бұл чемпионат енді деңгейі өте жоғары, сондықтан әлем чемпионатымен пара-пар турнир есебінде тіркеледі. Сол Странжа турнирінде 2022 жылы біздің Оразбек Абдумалик Халоковтан жеңілген болатын. Бұл Абдумалик Халоков оған дейінгі жетістіктері, дәл сол 2022 жылға дейінгі жетістіктері 2018 жылы Олимпиада ойындарында жастар арасында чемпион болған, әлем чемпионатында чемпион болған. Біле білсеңіздер, біздің Нұрбек Оралбай мен Айбек Оралбай да дәл осы біреуі Азия чемпионы, әлем чемпионы болса, біреуі Олимпиада чемпионы болған жастар арасында 2018 жылы өткен чемпионатта. Енді осыдан кейін ол Азия чемпионы, одан кейін Халоков ары қарай 2022 жылы Азия чемпионы болған және 2021 жылы әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған екен. Яғни дәл осы Странжа турниріне келгенге дейін осындай атағымен келген болатын. Және осы кезде 2022 жылы Оразбек Халоковтан жеңіліп қалған, ал 2023 жылы дәл сол Странжа турнирінде қайтадан 1-4 ойындарында есесін қайтарған және өте мықты деңгейде қайтарған. Бұл енді видеолардың барлығы сіздер үшін, ал толық видеоларды көремін іздесеңіздер, YouTube-та жекпе-жектері бар. Жалпы Странжада сонымен Халоковты жеңгеннен кейін өкінішке орай алтын емес, күміс жүлдегер атанған, яғни жалғыз финалистіміз болған. Өзіміздің Оразбек, оған дейін енді қалған басқа жігіттердің барлығы да Нұрқанат Райыс қол алған болса, қалған жігіттердің барлығы бұл Странжа турнирінде жеңіліп қалған болатын. Ал Халоковты жеңгені енді шынымен де сол сәтте сенсация болып отыр және бұл ақпарат қазір қайтадан хит болып жатыр. Не үшін екендігін бұл видеоның соңында айтамыз. Енді ары қарай Странжа турнирін аяқтап жіберейік. 2024 жылы қайтадан дәл осы Странжа турниріне Оразбек қатысып, ол жерде Харку есімді монғолиялықтан 5-0 есебімен жеңіліп қалды. Екінші раундтан нокдаунға түсіп үлгерді. Енді бұл сәтсіздіктері жалпы жігітте көп болып тұрады екен, байқасаңыздар. Енді қазір біз ол жігітті асқақтатып өте мықты жігіт деп айтамыз, бірақ енді кейбір сәттерде сәтсіздіктері орын алған екен. Келесі бір Оразбектің үлкен жеңістерінің бірі ол Елорда кубогінде өзбекстандық Миразбек Мирзахалиевті жеңген болатын және бұл жеңісі енді шынымен де айтарлықтай жеңіс, себебі бұл өзбекстандық жалпы әлем чемпионы болған, Азия чемпионы болған және
Азияда ойындарының чемпионы болған, Олимпиададан басқа мықты чемпионаттардың барлығын ұтып алған жігіт екен. Сол өзбекстандықты біздің Оразбек жеңіп алып, бірақ финалда білесіздер, Махмудпен тарих басталады. Шымкентте өткен турнирге қарап, біз Махмудты финалда Оразбектің жеңгенін көріп, турнирдің ең үздік боксшысы атанғанын көріп, енді біз Оразбекті шынымен де жоғары көтереміз, халық ретінде оны сыйлаймыз, құрметтейміз. Бірақ енді оған дейін Елорда кубогінде, оған дейін Қазақстан чемпионатында Оразбек Махмудтан 2 рет 57 килограммда жеңіліп қалған болатын. Енді ол жеңілістері енді шынымен де жеңілді. Қазір енді мінекей кешегі турнирде жеңісті жұлып алды. Бұл сәтте де енді Махмуд жайлы айтатын болсақ, жалпы біз жеңген спортшыны қатты мақтап, жеңілген спортшыны қатты төмен түсіріп жіберуіміздің қажеті жоқ деп өз басым есептеймін. Себебі Махмудта енді бұл жеңілісінің өзіндік себептері бар. Енді үйленді, Олимпиададан кейін психологиялық жағдайын реттеу керек. Финалға дейін мықты қарсыластардың барлығын жеңіп барды. Оразбектен де енді ойсырай жеңілді деп айта алмаймыз. Енді тең нәтиже болмаса да, 1-2 раундтары, бір сәттері Махмудтың өзі Оразбекті өте жақсы деңгейде жеңіп алды. Ал енді Махмуд жайлы қысқаша айтып өтейік. Ол негізі Халоковты біздің Оразбек жеңген екен. Демек, Халоковтан да мықты бола алады. Енді 57 килограммның лидері деп қана қарай берудің қажеті жоқ. Себебі Махмуд та негізі спаррингтік жұмыстарда Халоковты жақсы ұрып алған негізі. Және Ильяс аға, яғни Махмудтың тренерінің өзі былай айтқан, жалпы біз Халоковты жеңуге шамамыздың жететіндігін осы спарринг арқылы көріп дәлелдедік, өз-өзімізге дәлелдедік, жеңе алатындығымызды деп айтқан болатын. Демек, Халоковта енді алынбайтын қамал емес, соншалықты мықты емес, Олимпиада чемпионы болса болған шығар, бірақ біздің жігіттер де, Махмуд та, Оразбек те оның жеңе алатындығына мен өз басым кәміл сенемін. Сіздер қандай пікірдесіздер, оның барлығын комментарийға жазыңыздар. Ал енді жалпы есепте Махмудқа келетін болсақ, енді Махмуд ол 54 килограммда, 51 килограммда жақсы бокстасқан. Оны енді бүкіл әлем айтып жатыр. Данияр Елеусінов болсын, қанша бокс мамандары барлығы да Махмудтың 51-54 килограммдағы кезін жақсы көреді негізі. Себебі сол кезде ойнақтап тұрып өте жақсы бокстаса алады. Енді өздеріңізге мәлім, Азия чемпионатында енді 54-ке түсем деді Махмуд. Сондықтан да енді бұл финалда қатты бір стрессіз, жақсы деңгейде Махмуд алып шықты. Алдағы уақытта 54 килограммда екінші рет әлем чемпиондығын алған қазақ ретінде Махмудты көргіміз келеді. Ал 57 килограммдағы Оразбекке ол Азия чемпионатында да, әлем чемпионаттарында да сәттілік тілейміз. Және алдағы уақыттарда үлкен турнирлерде финалға келген кезде енді жанып кету ықтималдығы бар екен. Көрдіңіздер, көбірек күміс алған. Және осы күмістерді орнын алтынмен ауыстырып, біздің алтын баламызға айнала берсін. Жалпы 57 килограмм жеңіл салмақ біздің енді қазақтың салмағы болып келе жатыр. Өздеріңіз байқағандай 51, 48, 54, 57 килограмм салмақтар қазір біздің елімізде өте сұранысқа ие. Себебі бұл жерлерде енді әлем чемпиондарымыз көп. Санжар, Теміртас Жүсіпов, Сәкен Бибосынов, Сабырхан Махмуд деген сынды көрдіңіздер ме? Бұлардың барлығы да жеңіл салмақтағы біздің әлем чемпиондарымыз. Енді бұл жігіттер алдағы уақытта үлкен белестерді бағындырады деп есептеймін. Жалпы жеңіл салмақтар қазақтың салмағы болып келе жатыр, байқасаңыздар. Бұрын енді орта салмақ біздің салмақ болса, қазір кішкене арна бұрылып, жеңіл салмақта біздің чемпиондарымыз көбеюде. Ал енді Оразбектің ең үлкен артықшылықтарын айтып өтейік. Бірінші, ол енді жас кезінде жастық амбициямен бір жарқырап алған болса, енді міне салқынқандылықпен, суық санамен дәл қазір өз-өзін басқарып, эмоциясын, IQ барлығы жұмыс жасай отырып, қателіктермен жұмыс жасай алатындығын ең үлкен ерекшелігі ретінде айтамыз. Яғни қателікпен жұмыс жасау, кезінде Халоковпен де бірінші жекпе-жегінен қателіктермен жұмыс жасап, екінші жекпе-жекте жеңген. Махмудпен де 2 рет жекпе-жек өткізіп, одан жеңіліп, ары қарай қайтадан қателігімен жұмыс жасап жеңген. Осы бір қасиеті оның үлкен жеңістерге бастайтын қасиеті деп өз басым есептеймін. Одан кейін өзінің жарқын стилі бар. Яғни тек қана мынау стойкада тұрып алып, тек қана бокс жасай беруді ойламайды. Ара-арасында шоу жасауды да өткізіп жіберіп, мысалы Махмудтың өзінің кеше тағы бір соққысы қатты тиген кезде бітіп қарап тұрып кетіп қалды ғой. Сол секілді енді жарқын манерде бокста салады, яғни көрермен жинай алатын керемет спортшы екендігін көре алдық. Алдағы уақытта үлкен сәттілік тілейміз Оразбекке. Оразбек жеңсін, Қазақстан жеңсін.